Сәлем достар, менің есімім Әлем және бұл Study оңай онлайн білім беру мектебі. Қазіргі таңда енді да жиі кездесетін есептердің бірі ол сөз есептері болып табылады. Және де көп адамдар бұл сөз есептерінен қиналады және қалай шығару керек екенін білмейді. Негізі жиі кездесетін сөз есептерді 4 этапқа бөлуімізге болады. Ол біріншісі жол, уақыт және жылдамдық есептері. Ол дегеніміз не? Ол бізге белгілі бір арақашықтық береді, условно 80 км, жылдамдық және уақыт береді. Және осы үш элементті қолдану арқылы белгілі бір нәрсені сұрайтын болса, яғни ол жылдамдығын сұрауы болуы мүмкін, уақытын сұрауы мүмкін, жүрген жолын сұрауы мүмкін. Бұл есептердің барлығын біз жол, уақыт және жылдамдық есептеріне кіргізетін боламыз. Және екіншісі процент есептері, яғни ол белгілі бір нәрсенің осынша бір проценті бар, немесе арзандады, қымбаттады, осынша проценті ерінді деген тұз деген сияқты есептердің барлығы ол процент есептері. Жұмыс өнімділігі дегеніміз, немесе бригада есептері деп атаймыз, ол мынау есептер. Белгілі бір жұмыс мөлшерін бірінші бригада 5 күнде, екінші бригада 10 күнде, екеуі бірігіп қанша күн жұмыс жасайды деген сияқты сұрақтардың барлығы осы жұмыс өнімділігінде. Яғни ал қатынас есептері болатын болса, қатынас есептерде көбінесе бір сан мен екінші санның қатынасы беріледі. Сол арқылы тікелей немесе кері пропорция арқылы шешілетін есептер. Бұл есептердің кейбіреулері сізге қызықты болуы мүмкін, кейбіреулері қызықсыз болуы мүмкін. Оған ешқандай маңыздылығы жоқ, себебі біз астына тайм-кодтардың барлығын қоятын боламыз. Яғни тайм-код арқылы сізге қай есеп қажет, сізді қай есеп қызықтырады, соны таба аласыздар, құрметті достар. Бірден бастайық, жол, уақыт және жылдамдық есептері. Бұл жерде жол дегеніміз, яғни екі нүктенің арақашықтығы, ол екі қала болуы мүмкін, немесе екі бір дене болуы мүмкін. Уақыт, яғни жүріп кеткен уақыт, ол барлық уақыт болуы мүмкін, немесе бірінші дененің немесе екінші дененің уақыты болуы мүмкін. Үшінші жылдамдық, ол екі дененің ағысы немесе тағы бір жылдамдығы, яғни пространствода белгілі бір уақыт ішінде жүрген жолы. Оның барлық ключевой сөздердің барлығын түсінесіздер, оларға қайта-қайта тоқталудың қажет жоқ. Тоқталу қажет нәрсе ол есептер шығаруына, құрметті достар. Бірден ұзақ күттірмей есептерді шығаруға ауысайық. Бұл жәнегі айтып өткен жол, уақыт және жылдамдық категориясына жататын есеп болып табылады. Өзен бойындағы екі қаланың арақашықтығы, яғни А қаласы мен Б қаласының арақашықтығы 80 км. Теплоход бір қаладан екіншіге барып қайтуға, яғни бірінші барды, потом қайтты, барлықты 8 сағат 20 минут болды. 8 сағат 20 минут дегеніміз ол 8,3-1 сағат, құрметті достар. Ары қарай кеттік. Өзен ағысының жылдамдығы, яғни өзен Б қаласының А қаласына қарай соқсын. В өзен тең 4-ке. Теплоход тынық судағы жылдамдығын анықтаңыз, яғни теплоходтың өзінің жылдамдығы бізге белгісіз. Бізде не бар, құрметті достар? Біріншіден адам Б-ға қарай бару бар. Яғни оның бізге уақыты белгісіз. Бірақ та мынау бар да, құрметті достар, бізде Т1, яғни Т1 дегеніміз Т адам Б-ға барған, қосылған Т Б-дан А-ға барған, тең Т-ға, яғни 8,3-1-ге барып қайтып келген жолдың барлығы кеткен уақыты. Енді Т АБ дегеніміз не? Т АБ-ның формуласы Т тең болады S бөлінген В. Бұл S тең болады В көбейтілген Т деген формуладан шыққан. Яғни S бізде 80 км, өйткені арақашықтық 82-ні бізге белгілі. Т қоя тұрамыз оны. В ол қалай болады? В бізде В, яғни В теплоход, азайтылған В өзен жылдамдығы болады. Не себепті? Өзіміздің миымызға мынандай нәрсе елестетейік, құрметті достар. Сіздер магазинға, яғни дүкенге барып жатырсыздар деп елестетіңіздер. Егер жел дүкеннен сізге қарай, яғни сіздің алдыңызға қарай соғатын болса, оны сіздің жылдамдығыңыз арта ма, кемей ма? Әрине кемейді. Сол сияқты, егер де белгілі бір нәрсенің, осы жерде дәл осы есепте қарастырып отырғандай, өзен ағысының жылдамдығы сізге қарай бағытталатын болса, сізге қарама-қарсы бағытта, яғни олай болатын болса, сіздің жылдамдығыңыз азаятын болады. Олай болса, бұл жердегі біздің Т АБ-мыз тең S бөлінген В минус В ағыс А де қойын. Ал Т БА болатын болса, сол сияқты, бірақ та енді ағыс жылдамдығы теплоходтың өз жылдамдығына қарай қосылатын болады. S бөлінген В қосылған ВА. Әрқай элементті өз орнына қойайық. Мысалы, мынау бірінші элемент болсын, Т АБ. Және бұл екінші элемент Т БА. Онда бізде мынандай өрнек пайда болды, құрметті достар. S бөлінген В азайтылған ВА қосылған S бөлінген В қосылған ВА тең болады 8,3-1.
Бұл біздің дәл осы есептің шешуші теңдеуі болып табылады. Мынаның барлығын өшірейін, әйтпесе орын аз қалды. Бізде пайда болған S бөлінген V қосылған 4, қосылған S бөлінген V азайтылған 4. Тең болады 8,3-тен 1 дегеніміз 25-тен 3 болады. Енді есеп шығару үшін не істейміз? Есеп шығару үшін біз ортақ бөлімге келтіреміз. Бұған 3 көбейтілген V минус 4, бұл жерге 3 көбейтілген V плюс 4, ал бұл жерге V квадрат минус 16, өйткені V плюс 4 көбейтілген V минус 4, V квадрат минус 16, яғни A плюс B көбейтілген A минус B тең болады A квадрат минус B квадрат қызметі достар. Енді барлығын өз орнына келтіреміз. Бұл жерде 3S V минус 4 қосылған 3S V плюс 4 тең 25, жақша ішінде V квадрат минус 16. Бұл жерде бізде V тең болмайды минус 4-ке және тең болмайды 4-ке. Соған назар аударайық. Ары қарай кеттік, құрметті достар. Мынаны ашатын болсақ, 3SV минус 12S плюс 3SV плюс 12S тең 25. Жақсы ішінде V квадрат минус 16. Яғни бұл жерде нені көріп тұрмыз? Мына элемент 12S және мына элементтер екеуі бірдей. Бірақ біреуінде минусы, біреуінде плюстер, яғни екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда бізде пайда болатын негізгі нәрсе ол 6SV тең болады 25V квадрат минус 25 көбейту 16. 25-ті 16-ға көбейтетін болсақ, ол бізде 400. S-тің орнына 80-ді қоятын болсақ, 80 көбейтілген 6 тең 420, құрметті достар. Олай болатын 480, кешірім сұраймын. Олай болатын болса 25V квадрат минус 480V минус 400 деген бізде квадраттық теңдеу шықты. Бұл жерде барлық элементті 5-ке бөліміз жерімізге болады, яғни 5V квадрат минус 96V минус 400-ді 5-ке бөлетін болсақ, 80, құрметті достар, тең 0. Жаттап алдық, аны есімізде сақтап алдық. Ары қарай жазамыз, құрметті достар, 5V квадрат минус 96V минус 80 тең 0. Дискриминант тең болады. 96-ның квадраты ол 9216. Қосылған 4 көбейтілген 5 көбейтілген 80. Неге мына жерде қосылған деген таңба қойылды деп сұрайтын болсаңыздар, бұл жерде минус 4AC формуласында минус 4 көбейтілген минус 80, яғни бұл жерде плюс болып кетеді. Көбейтілген 5 болды. Енді қараймыз, 9216 қосылған 4 көбейту 5 көбейту 80 тең 10816. 10816 түбір астында ол 10816, бұл түбір астынан шығаратын болсақ 104-ке тең, құрметті достар. Енді қарайық, V-ны табайық. V1 және V2 96 плюс минус 104 бөлінген 5. Бұл жерде оң таңбалы санды аламыз, өйткені бұл математика, бұл физика емес, сондықтан бізге жылдамдық теріс болуы мүмкін емес деген сеніммен алатын боламыз ары қарай. Бұл жерде бұл да 104 қосылған 96 тең 200. 200-ді бөлім 5 көбейтілген 2 тең болады 20. Олай болатын болса, осы тынық судағы теплоходтың жылдамдығы 20-ға тең. Есеп шешілді, ары қарай кеттік. Арақашықтығы 528 км болатын екі қаладан бір-біріне бір мезгілде қарама-қарсы бағытта мотоцикл мен жылдамдығы одан 20%-ға артық жеңіл машина жолға шықты. Екеуі 4 сағаттан кейін кездесті. Мотоцикл жылдамдығын және жеңіл машинаның жылдамдығын табыңыз. Бұл жерде бізде не бар? Бізде екі қала бар, яғни S бар. Бізде бірінші жылдамдық бар, ол бізде X болсын. Бізде екінші жылдамдық бар, ол X қосылған X-тің 20%, X көбейтілген 20 бөлінген 100, яғни 1,2X. Және T бар, T тең 4. Өте қарапайым теңдеу шықты. Бұл жерде ең басты назар аударатын нәрсе, құрметті достар, бір-бірінің жылдамдығы қосылады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы келе жатқан екі дене болатын болса, олардың белгілі бір арақашықтықты өту жылдамдығы азаятын болады. Қарапайым мысал, сіз досыңызға қарай барсыз, досыңыз сізге қарай бара жатыр. Үйлеріңіз аралары 500 метр болсын.
Егер де мысалы досыңыз сізге қарай және сіз досыңызға қарай бара жататын болсаңыздар, сіздер намного жылдамырақ бір-бірлеріңізбен кездесетін боласыздар. Яғни ол сіздердің жылдамдықтарыңыздың артқаны деген сөз. Олай болатын болса, бізде мынандай формада, құрметті достар, s тең болады v t деген форманы түрлендіретін болсақ, дәл осы есепке байланысты 528 тең болады 4 көбейтілген x қосылған 1,2x. Яғни 528-ді 4-ке бөлетін болсақ, 132 тең болады 2,2x. 132-ні 2,2-ке бөлеміз, x тең 60. Яғни бұл жердегі біздің мотоциклдің жылдамдығы, яғни бір v тең 60-қа болды. Екінші v 60 көбейту 1,2-ке тең. Бұл 72. Яғни жауап бірінші 60, екіншісі 72. Есеп шықты, есеп өте оңай. Ары қарай кеттік. Пойыз станцияда 6 минут кідіргендіктен жылдамдығын 4 км/сағатқа арттырып, 36 км жол бөлігін кешуді жойды. Пойыздың алғашқы жылдамдығын табыңыз. Бұл жерде, құрметті достар, есеп сәл күрделірек, сондықтан барлық условностардың бәрін түсіндіруім керек. Біріншіден былай айтайық. Мынау станция болсын. Мына станциядан белгілі бір пойыз сағат 13:00-де шығу керек. Және белгілі бір v жылдамдығымен жүріп отырып, 14:00-де 36 км жол жүру керек. Бірақ пойыз кешігіп қалды. Ол 13:00-де емес, 13:06-да шықты. Бірақ ол 14:00-де дәл осы 36 км жолды жүру керек. Яғни жол бөлігінде кешуді жойды дегеніміз, белгілі бір 14:00 деген уақыт бөлігінде бірдей жол жүріп тастау керек екеуде. Олай болатын болса, v-ны біз қосамыз 4-ке. Яғни бұл жерде не пайда болды, құрметті достар? Бізде біріншісі бар, не? Бірінші элемент. Бірінші элемент бойынша бізде v көбейтілген t тең 36. Ал екінші элемент бойынша v қосылған 4 көбейтілген t азайтылған, яғни бұл жерде мысалы 1 сағат жүретін болса, бұл жерде 54 минут қана жүрді. Яғни t-дан біз 6 минутты азайту керекпіз. Бірақ бұл жерде есептеулердің барлығы минут емес, сағат бойынша есептеп жатыр. Яғни бұл 6 минутты сағатқа конвертировать етеміз, яғни ол 0,1 сағат. Получается бізде t азайтылған 0,1 тең 36-ға. Бұл, құрметті достар, жүйе. Екінші элементіне назар аударамыз да жақшаны ашамыз. v-t қосылған 4t азайтылған 0,1 v азайтылған 0,4 тең 36. v-t бізде 36-ға тең. Оны біз мына жерден білеміз. Яғни 36 қосылған 4t минус 0,1 v минус 0,4 тең 36. Бұл 2,36 бір-бірімен қысқарып кетеді. Олай болатын болса, бізде 4t минус 0,1 v минус 0,4 тең 0. v дегеніміз тең 36 бөлінген t. Бұның барлығы мына жердегі теңдеуден шығып барады, құрметті достар. Олай болатын болса, v-ның орнына қойып, онда 4t азайтылған 3,6 бөлінген t минус 0,4 тең 0. Ары қарай кеттік, ортақ бөлімге келтіреміз. t деген 4t квадрат минус 0,4t минус 3,6 тең 0. Мынаны да еске сақтап аламыз, құрметті достар. Мынаның барлығын өшіріп, жаңа беттен жазатын болам. 4t квадрат минус 0,4 минус 3,6 тең 0. Дискриминант тең 0,4-тің квадраты 0,16 плюс 4 көбейту 3,6 көбейтілген 4 тең қосылған 4 көбейтілген 4 көбейтілген 3,6. 57,176. Оның төбірасы, құрметті достар, бізде 7,6-ға тең. Олай болса, t1 2-міз тең болады. 0,4 қосылған азайтылған 7,6 бөлінген 4. Яғни бізде бұл жерде 0,4 қосылған 7,6 8. T бізде нешеге тең болды, құрметті достар? Мына жерде 4 көбейту 2-ні ұмытып кетіппін. 8 бөлінген 8 тең 1. Яғни барлығы 1 сағат жүрді. Яғни t 1-ге тең болатын болса, және 36 бөлінген v деген сияқты өрнек арқылы, бұл теңдеу арқылы, біз v-ны тауып аламыз. v тең 36 бөлінген t, яғни 36-ға.
есеп шешілді. Бұл есепте өте оңай. Ары қарай кеттік. Бұл ең оңай есептердің бірі. Енді егер осы есептерге келетін болса, сізге аспаннан подарок болып түскен 1 балл ретінде есептей беріңіздер, құрметті достар. Бізге айтады, саяхатшы В1, яғни 60 километрмен Т1 2 сағат және В2 3 километрмен Т2 3 сағат жүрді дейді. Барлық жолды табамыз. Ол үшін В1 көбейтілген Т1 қосылған В2 көбейтілген Т2 тең болады 120 қосылған 9 тең 129. Есеп шешілді. Барлығы 10 секунд қана уақыт кетті, құрметті достар. Ары қарай кеттік. Бұл есеп дәл сол сияқты есеп, өте ұқсас. Бізге бірақ бұл жолы айтады, В1 тең 35,2, Т1 тең 2,5 сағат, В2 тең 56,4 және Т2 тең болады 3,3 сағат. Және сияқты есептеулер жүргіземіз. Бұл жерде 35,2 көбейтілген 2,5 қосылған 56,4 көбейтілген 3,3 тең болады. 35,2-ні 2,5-ға көбейтетін болсақ, 88 қосылған 56,4-ті көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 3-ке, 188. Яғни 88 қосылған 188 бізде тең болады 276. Жауабы 276. Ары қарай пайыз есептеулерін шешу. Пайыз есептерін шешкен кезде бізге не нәрсе маңызды, не нәрсе маңызды емес. Бұл жерде маңызды деп айтуға болатын тек қана екі-ақ нәрсе бар. Бірінші нәрсе белгілі бір нәрсенің 1% табу. Екінші нәрсе белгілі бір санның n% табу. Яғни ол 14% болуы мүмкін, 5% болуы мүмкін, 20% болуы мүмкін. Бұл маңызды емес, құрметті достар. Және де сіздің бұл пайыз есептерін шешудегі ең басты құралыңыз ол формула емес, ол сіздің логикаңыз болады. Қазір есеп шешу барысында оған назар аударатын боламыз, құрметті достар. Бірінші айтады, бір зат 35% пайдамен сатылды. Бұл 2700 теңге болды. Заттың алғашқы бағасын тауып, оған тең болатын жауаптарды көрсетіңіз. Бұл 2 балл беретін есеп, бірақ бұл есеп өте оңай. Бұл ендінің сізге тағы бір подарығы және есеп сияқты. Бізге айтады, 35% пайдамен, яғни бір нәрсе 100% тұратын болса, ол 35% пайда болатын болса, ол 135% тұратын болады. Яғни белгілі бір нәрсенің 135%-дық бағасы 2700 теңге тұрады. 100%-дық, яғни өз құны белгісіз. Оны табу үшін x тең болады 2700 көбейтілген 100 бөлінген 135. Қарапайым пропорция, құрметті достар, бізде пайда болады 2000. 2000 дегеніміз А жауабы және де А жауабы. Екі жауап. 2 көбейту оның 3-ші дәрежесі тең, құрметті достар, ол да 2000-ға тең. Ары қарай кеттік. Кітап бағасы бірінші айда 30%-ға арзандады. Ал екінші айда соңғы бағасы 30%-ға қымбаттаған соң, бағасы 2275 теңге болды. Кітаптың ең алғашқы бағасын табыңыздар, құрметті достар. Бұл жерде былай болады. Бірінші айда 100% болды дейік. Яғни бірінші бағасы 100%. Белгілі бір ақша. Екіншінде ол 70% болып қалды. Яғни 100% дегеніміз x, 70% дегеніміз 0,7x, және үшіншісінен дәл осы 0,7-ның 30%-ға қымбаттаған, яғни 0,7x қосылған 0,7 көбейтілген 30 бөлінген 100, яғни 0,91x. Яғни бізде 0,91x 2275-ке тең дейді, құрметті достар. Яғни x табу бұл жерде оңай. 2275-ті бөлеміз 0,91-ге. Күтетіңіздер, бұл жерде 2,1. Мен қате жазып жүрдім калькуляторға. 2275 бөлінген 0,91. Бұл жерде бізде пайда болады мән 2500. Жауабы Е жауабы, құрметті достар. Ары қарай кеттік. Ұялы телефонның бағасы 65.000 теңге. Біраздан кейін бағасы 52.000 теңгеге дейін төмендеді. Бағасы қанша процентке төмендегенін табыңыз. Бұл да өте қарапайым пропорция. Яғни 100% болған кезде 65.000 болатын болса, x% болған кезде 52.000, құрметті достар. Яғни x табамыз, x тең 100 көбейтілген 52.000 бөлінген 65.000. Бұл тең болады 80-ге. Яғни 52.000 дегеніміз белгілі бір бағаның, бастапқы бағаның, яғни 65.000-ның 80%. Ал неше пайызға төмендегенін табу үшін 100-ден 80-ді азайтамыз, ол 20%, құрметті достар. Бұл есепте шықты.
небәрі кеткен уақыт жарты минут. Ары қарай кеттік. Ендігі кезектегі есептер ол жұмыс өнімділігі туралы есептер, құрметті достар. Бұл жерде неге назар аударуымыз керек? Бірінші, белгілі бір жұмыс мөлшері бар. Оны көп жағдайда немесе S немесе 1 деп қарастыра беретін боламыз, құрметті достар. Қазір өздеріңіз түсінесіздер. Және сол жұмысқа кеткен уақыт ол Т болуы мүмкін, яғни общий кеткен уақыт Т1, яғни бірінші бригада немесе бірінші адамның, бірінші тігіншінің жұмысы, Т2 келесінікі, Т3 тағы соңғысы деген сияқты. Үйтіп кете береді. Жұмыс жасау жылдамдығы дегеніміз дәл осы 1-ді Т1-ге немесе 1-ді Т2-ге бөлгенге тең. Олай болмаса бұл да ары қарай да кете беретін болады. Және негізгі формула S тең болады VT, яғни 1 тең болады V көбейтілген Т, құрметті достар. Есеп барысында барлығын түсінесіздер деп үміттемін. Бізге былай айтады бірінші есепте. Ұзындығы 136 км жолды қандай да бір бөлігін жұмысшылар бірінші бригадасы 3 күн және қалған жолды екінші бригада 5 күн жөндейді дейді. Әр бригаданың күнделікті істейтін жұмыс мөлшері бірдей. Онда бірінші бригадаға қанша километр жол бөлігін жөндегенін табуымыз керек. Бұл жерде бізде бірден белгілі V-лар тең, яғни V1 тең V2-ге, яғни жұмыс мөлшері де тең. Получается, жұмыс мөлшері бізде V болсын. Біріншілер 3V жұмыс істеді, екіншісі 5V жұмыс істеді. Екеуі бірігіп жүріп 136 км жолды жөндеді. Сонда 3V қосылған 5V тең болады 136. 8V тең болады 136, яғни 136-ны бөлеміз 8-ге, бізде пайда болатын мән V тең 17. Яғни бір күнде бірінші бригадирді, екінші бригада 17 километрдан жол жөндеп отырады. Олай болатын болса, бірінші бригада 3 күнде 51 километр жол жөндеді. Бұл есепте шыға салды, құрметті достар. Ары қарай кеттік. Бірінші жұмысшы белгілі бір жұмыс мөлшерін жалғыз өзі 12 күнде бітіреді. Екінші жұмысшыға осы жұмысшының бітіру үшін бірінші жұмысшының уақытын 75% қажет. Бірінші жұмысшының жалғыз өзі 5 күн жұмыс істегеннен кейін, екінші жұмысшы көмекке келіп, екеуі бірігіп жұмысты аяқтады. Олар бірігіп қанша жұмыс істегенін табыңыз дейді. Бізде не белгілі, құрметті достар? Бізде уақыт белгілі. Жұмыс бар, яғни жұмыс бізде S тең болады 1 деп алайық. Получается, біздің V1-іміз 1 бөлінген 12 деп алайық. Көбейту X. Потом бізде екінші жұмыс бар. Екінші жұмысшы 75%-ға азырақ уақыт кетеді дейді. Получается, оның уақыты уже 12-ден 1 емес, оның уақыты 9-дан 1, құрметті достар. Өйткені 12-ден 1-дің 75%-ы 9-дан 1-ге тең. Олай болса, бізде мынандай өрнек пайда болады, құрметті достар. Бірінші, жалғыз өзі 12 күн жұмыс істейді, яғни 1 бөлінген 12 көбейтілген 5 қосылған X-ті қойық, қосылған 12 бөлінген 1 X Енді, құрметті достар, біз келесі есепке қарай кірісетін боламыз. Бұл жерде берілгені сіздерді алдарыңызда тұр, оны оқып, уақыт жоғалтпай қойын, тез ары қарай есептері шығара берейік. Сіздердің уақыттарыңызда біз үшін алтын екенін сіздерге айтқым келеді. Олай болатын болса, бізде бірден, құрметті достар, белгілі бір жұмыс мөлшері бар дейді, S жұмыс мөлшері. Және бірінші жұмысшы сол S жұмыс мөлшерін 12 күнде бітіреді. Яғни оның жылдамдығы S бөлінген 12. Екінші жұмысшы бар, оның жұмыс өнімділігі 75%-ға көбірек. Яғни уақыт 75%-ға азырақ болады. Яғни 75%-на тең. Ал осы S бөлінген 12-ның 75%-ы ол 9-дан 1. Және бізге айтады, бірінші жұмысшы, S көбейтілген 12, 5 күн жұмыс істейді. Потом бірінші жұмысшымен S бөлінген 12 қосылған S бөлінген 9, екінші жұмысшы бірігіп, яғни араларында қосу белгісі бар, құрметті достар, белгілі бір Т уақыт жұмыс істегеннен кейін жұмыс бітеді. Яғни S жұмыс толатын болады. Есепті қалай шығарамыз? Есепті шығару үшін, құрметті достар, мынаны нәрсе істейміз. Бірінші мынаны белгілі 5S бөлінген 12 қосылған ортақ бөлім келтіреміз. Ортақ бөлімдер 36, мынаған 3-ті, мынаған 4-ті көбейтеміз.
яғни 7s бөлінген 36 көбейтілген t тең s-қа. Енді ары қарай кетеміз. 7st бөлінген 36 тең s азайтылған 5s бөлінген 12. Яғни ол 7s бөлінген 12 деген сөз. 7st бөлінген 36 тең 7s бөлінген 12. Бұл жері қысқарып кетеді, бұл жер 3 қалады, бұл жер қысқарады. Получается st тең 3s-қа. S-тар қысқарады, t тең 3. Жауабы шықты, жауабы 3 күн. Есеп оңай, егерде бірнеше рет қайта-қайта көретін болсаңыздар, егерде түсінбей қалған жағдайда, олай болатын болса, сіздер түсінесіздер деген үміттенемін. Ары қарай кеттік, бізге былай айтады. 10 шебер 30 минутта 25 тетік жасайды. Өнімділігі осындай 15 шебер 50 тетікті жасап шығаруға қанша уақыт кетеді. Ол үшін біз былай құрайық, құрметті достар. 10 шебер 30 минут 25 тетік. Получается 10 шебер 1 минутта 25 бөлінген 30 тетік жасайтын болады. Яғни 25 бөлінген 30 тетік. Түсінікті деп ойлаймын. 15 шебер болатын болса, 15 шебер 1 минутта 25 көбейтілген 1,5 бөлінген 30 тетік жасайтын болады. Яғни ол 25 көбейтілген 1,5 бөлінген 30 1,25 тетік. Яғни 15 шебер 1 минутта 1,25 тетік жасайтын болады. Ал 50 тетікті жасау үшін былай істейміз. 15 тетік x минутта олайық. 50 тетік жасау үшін неше минут кететін табамыз. Ол үшін 50-ді бөлеміз 1,25-ке. 50-ді 1,25-ке бөлетін болсақ, құрметті достар, бізде пайда болады 40. Яғни 15 шебер 1 минутта 1,25 тетік жасайтын болса, 15 шебер 50 тетік жасау үшін 45 минут қажет, құрметті достар. Есеп шықты. 45 минут дегеніміз не? 40 минут дегеніміз 40 минут, 24 секунд және сағаттың 3-тен 2 бөлігі. Ары қарай кеттік. Бұл енді соңғы есептердің бірі қатынас есептер деп аталады. Ол өте жиі кездеседі деп айта алмаймын, бірақ та не дегенмен кездесіп қалады енді. Белгілі бір санның қатынастары, яғни екі санның x бөлінген y тең 3-тің 5-ке қатынасы тең. Бірінші санға, яғни x-қа 6-ны қоссақ, екі санның қатынасы бізде 3-тің 4-ке қатынасы тең. Берілген екі санды табыңыз. X белгісіз, y белгісіз. Ары қарай кетеміз. 5x тең 3y. Бұл пропорциядан шықты. 4x плюс 24 тең 3y. Бұл да пропорциядан шықты. 4x плюс 24 тең 5x. Мына 5x-ті, яғни мына 3y-ті мәнін мына жерге қойдық. Олай болатын болса, мына жаққа минус болып барады. X тең 24-ке. X 24-ке тең болса, y нешеге тең? 3y тең 24 көбейтілген 5, яғни 120. Y тең 40. 120 бөлінген 3 тең 40. Жауаптары 40 және 24. Бұл есепте бітті, құрметті достар. Осымен бүгінгі біздің қысқаша деп айтайық, қысқаша сабағымыз аяқталды. Қысқаша болу себебі біз көбінесе есепті алдадық, және ары қарай білімдеріңізді жетілдіргілеріңіз келетін болса, немесе басқа да бір нәрселер білгілеріңіз келсе, мысалы ол логарифм туралы болуы мүмкін, тригонометрия немесе басқа да бір ға келетін өзіңіз білмей жүрген нәрселеріңізді білгілеріңіз келсе, білімдеріңіз толықтырғыларыңыз келетін болса, біздің стадия оңай онлайн мектебіне жазыла аласыздар. Барлық ссылкалар, яғни сілтемелер, информация описаниеда болады. Сіздерге алда келе жатқан ентіде тек қана сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар, достар.